Завтрагымыздан видео түсіріп қояйыншы. 100 жыл болды көрмегендеріңізге. Жігіттің осылай күнде мен завтрагын беремін. Неше түрлі завтрактар дайындаймын ғой. Қызықпын ба? Мықтысың ғой сен. Осы гречканы аңсағаннан біраз болды. Бұл жігіт гречка жасайды. Ешқандай кафеге басын деп сәметші. Міне көрдіңіздер ме, мақтау сөздер. Ой, алтыным қайда? Оқырманың қайда? Сонда сөйтесің ба не? Сөйтесің ба сен өзің мен саған 4-ақ мың адам қалды ғой. Сыйлайсаңшы. 4-ақ адам қандай еттің ба? 400 адам. 500 мыңға ма? 400 адам болса жарайды мен түсінемін да. 4-ақ мың адам деген ауыра кетті. Татаба 500 мыңға жақында 4-ақ мың адам болып қалды ма не? 4-ақ мың адам сен алтын алып берсең 4 мың болайын деп тұр. Сен алып бермей жатырсың сен. Алтын алып берші. Берем ақшаны. Қашан? Жақында. Осы видеоға түсіркішке алып алмасақ болмайды деп алып бермейді. Қаласақ қыздың алып беріп жатырмын ғой жаным. Неге осы видеоға түсірейік демейді. Айтпай сюрприз әкеп беріп жатырмын ғой. Қашан? Ертең ары күні. Осы ертең ары күнге айтасың болын бар. Мен қолымдап алтындап тұрған кезде мен отырамын сосын нормально тыныш. Көзге көрден алтын алып берші айналайын. Әдемі. Соңыз қазір бермей қойса. Бермеймін деп айтып қойсын. Анаушы деп тұрып. Папасы терезеден баланы алған ғой, бірінші де отырамыз ғой. Кетіп жатыр. Үйдің ремонтына қазір мен де кетем, душқа түсе алу керекпін. Кешке еще туған күнге барамыз ғой, соны Бексұлтанға айтып жатырмын ғой. Айналайын, кеш туған күнге бай жоққа тоңса отырмайын деп. Жынды сияқты бір жаққа барсам, жалғыз өзім отырамын. Жынды адам сияқты. Ерте кел бүгін, есідің ба жан? Да, тоқырбасты маған бер. Таза ауамен демалбасын деп жатырық. Кішкене. Баламды алайын, әке. Қырбашым. Все, давай, Жан. Пока.